қазақ елі, тіл майдан жалғасып жатыр. Достар, 28 ақпаннан бастап Қазақстан үкіметі Ресей Федерациясы мен Ресей Федерациясының азаматтарына 10 жылға жеңіл режимде визасыз Қазақстанға кіріп 10 жыл жұмыс істеуге рұқсат береді екен. Бұл дегеніміз, біз қазір Путин армандаған СССР-ді, Совет одағын жаңғыртып жатыр. Енді орысша айтқанда Қазақстан, Ресей, Беларусь қазір союзный государство болды. Мемлекеттік осы союзный государстволарда орыс тілі болды. Қазақстанда қазір КТЖ, банк системасы бәрі толық орыс тіліне көшті. Және 28 ақпаннан бастап Ресей Федерациясының азаматтары 10 жыл тіркелмей визасыз Қазақстанда рұқсат алады. Бірақ байқадыңыздар ма? Мынау сатқын билік келгесін қандастарымызға, Қазақстанға келген қандастарымызға, оларға 5 жылға дейін азаматтық бермейді. Ал орыстарға 10 жылға дейін Қазақстанда болуға рұқсат етіледі. Өйткені қазір мынау Путин қойған Тоқаев өз орыстарын құтқарып жатыр. Мына санкциядан қатысу үшін мына мамандар Қазақстанға келіп компанияларды ашып, Европадан заттарды алып, бірақ Монғолия, Қытай, Ауғанстаннан келіп жатқан қазақтар енді дәлелдеу керек. Заң бойынша жаңа заң 1 қаңтардан бастап енгізді. Қазақ қандас қазақтарымыз дәлелдеу керек ұлты қазақ екен. Байқадыңыздар ма? Қазақтарға 5 жылға дейін азаматтық бермейді. Ал Ресей Федерацияның орыстарына 10 жыл в упрощенном порядке дейді ғой, жеңілдетілген түрде виза емес, мөр басылады, 10 жыл Қазақстанға келіп өз тірлігін жасайды. Енді қазақтар ойланыңдар, мына билікке келген ұлтшыл сымақтар, Абзал Құспан, Арман Шораев, Ринат Зайытов, кім тағы бар, Мұхтар Тайжан, олар осы тақырыпты көтере ме? Оларға қазірден бастап сұрақ қою керек, ертең депутат болғанда. Неге Ресей Федерацияның азаматтарына мынандай жеңілдік берілді? Не үшін? Мен таң қалам. Өкінішке орай Қазақстан толық Ресей Федерациясының губерниясы болды деп айтуға болады. Достар, соны айтқым келді. Рахмет.